Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер, каналға жазыла отырыңыздар. Бүгін 84-ші сабақ, тақырыбымыз уақыт, сағат, минут. Сабағымызды бастамас бұрын, менің каналымда осы тақырыпқа арналған арнайы видеоролик бар, соны оқушыларға көрсетіп алсаңыздар болады. Ендеше сабағымызды бастайық. Біздің тақырыбымыз уақыт, сағат, минут. Жаңа сөзімізде осы болып табылады. Бүгінгі сабақта бір сағатта қанша минут бар екенін білетін боласың. Ендеше балалар, мына жерде циферблатқа назар аударып қарап көрейік. Бір сағатта 60 минут бар. Сағаттың екі тілі болады. Біреуі минуттық тіл, біреуі сағаттық тіл. Бұл жерде қызыл түспен берілген ұзын минуттық тіл. Ол сағаттың циферблаттың ортасындағы 10, 20, 30, 40, 50, 60 деген сандарға сәйкес минутты білдіреді. Ал сағаттық тіліміз көк түсті, қысқа болады. Ол шетіндегі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деген сағатты көрсететін болады. Бұны есте сақтайық, себебі біз алдағы тапсырмаларда осымен жұмыс жасайтын боламыз. Ендеше бізде Сырым мен Әлия сендерге бірінші тапсырмада неше минут өтті деген сұрақ қойғысы келіп отыр екен. Ендеше бірінші сағатқа назар аударайық. Сағаттық тіліміз нешені көрсетіп тұр? Көк түсіміз. Дұрыс айтасыңдар, бірді көрсетіп тұр, ал минуттық тіліміз қызыл түсті. Қай санды көрсетіп отыр? Дұрыс айтасыңдар, 10. 2 деп айтпаймыз, себебі 2 дегеніміз ол бізде сағаттық тіл. Минуттық тіліміз 10-ды көрсетіп отыр, яғни 1-ден 10 минут кетті. Екінші сағатқа назар аударайық. Екінші сағатта сағаттық тіліміз көк түсті. Ол бізде 1-ді көрсетіп тұр. Минуттық тіліміз қызыл түсті. Ол бізде 20-ны көрсетіп тұр, яғни 1 сағат 20 минут. Енді балалар ойланып көріңдерші, 1 сағат 10 минуттан 1 сағат 20 минутқа дейін арасында қанша минут өтті деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, 20-дан 10-ды азайтқан кезде 10, яғни арасында 10 минут уақыт өтті. Келесі тапсырма. Екінші тапсырмамыз математика күнделікті өмірде. Балалар, сендер жалпы бүгіннен бастап сағатты айта білуді, дұрыс таныстыруды білулерің қажет, сондықтан мұқият тыңдап, үйреніп алайық. Сағаттарға қарап уақытты айт. Қолдан жасалған сағат моделінің минут тілін айналдыр, уақытты сағат және минутпен ата. Бірінші тұрған сағатқа, циферблатқа назар аударайық. Көк түсті тілі, сағат тілі 2-де тұр, қызыл түсті тілі 10-да тұр, яғни сағат 2-ден 10 минут кетті. Екінші сағатымызға қарайық. Сағаттық тіл, көк түсті тіліміз 3 пен 4-тің ортасында орналасқан. 4 болған жоқ, яғни сағат 3. Минутымыз 30-ды көрсетіп отыр, яғни 3 сағат 30 минут. Үшінші сағатымызға қарайық. Сағаттық тіл, яғни көк түсті, 2 мен 3-тің ортасында тұр, бірақ 3 болған жоқ балалар. Сондықтан сағатымыз әлі 2. Минуттық тіл, қызыл тіліміз 50-ді көрсетіп тұр. Сондықтан бұл жерде сағатымыз 2 сағат 50 минут. Төртінші соңғы сағатымызға қарайық. Бұл жерде біздің сағатымыз көк түсті 4-ті көрсетіп тұр. Қызыл түсті де 20-ны көрсетіп тұр. Яғни 4 сағат 20 минут дегенді білдіреді. Жарайсыңдар. Келесі үшінші тапсырмамыз есептердің қысқаша жазылуы мен сұлбасын тап. Бізге А және Ә нұсқасындағы есеп берілген және астында оның 2 сұлба берілген. Қай есепке қай сұлба сәйкес келетіндігін табуымыз керек. Ендеше бірінші есепті оқимын. Әлия 6 қазақ халқының ертегісі мен 4 орыс ертегісін оқыды. Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды? Балалар, сұлбаға назар аударып, қайсысы сәйкес келетінін табайықшы. Дұрыс айтасыңдар, екінші сұлба біздің есепке сәйкес келеді. Есебімізде не бар екен? Қазақ ертегісі, ол бізде
6. Орыс ертегісі бар, ол бізде 4. Қазақ ертегісінің орыс ертегісінен нешеу артық? Оны қалай табамыз? Дұрыс айтасыңдар. 6-дан 4-ті азайтамыз. 6-дан 4-ті азайтқанда 2 шығады. Яғни 2 қазақ ертегісі артық. Жақсы, енді ән тапсырмасына назар аударайық. Сырым 10 халық ертегісін оқыды. Оның 4-еуі орыс, ал қалғаны қазақ халық ертегісі. Ол қанша қазақ халық ертегісін оқыды? Сұлбамыз біздің бірінші сұлба. Дұрыс айтасыңдар. Енді осыған сәйкес есептің шартын құрайық. Бізде сырым барлығы қанша халық ертегісін оқыды? Дұрыс айтасыңдар. 10, барлығы 10 ертегі оқыды. Оның нешеуі орыс тілінде? Дұрыс, орыс ертегісі 4-еу, ал қайсысы белгісіз? Қазақ ертегісі белгісіз екен. Қазақ ертегісін табу үшін не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 10-нан 4-ті азайтамыз. 10-нан 4-ті азайтқанда 6 болады. Яғни 6 қазақ ертегісін оқыған екен. Жарайсыңдар. Келесі балалар 4-ші тапсырма оқулықтағы сен зерттеушісің айдарына назар аударайық. Сандарды таңдап, мәні 9-ға тең болатын мысалдарды құрастыр. Бірінші берілген сандарға назар аударайық. 3, 2, 5, 6, 8, 4, 1. Осы сандарды пайдалана отырып, 2 санды қосқан кезде бізге өрнектің мәні 9 шығу керек. Ол қандай сандарды қоссақ? 6 қосу 3 тең 9. 8 қосу 1 тең 9. 5 қосу 4 тең 9. Енді екінші бетіне қарайық. 5, 2, 1, 6, 3, 4 деген сандар берілген. Бұл жерде балалар сендер 3 санды таңдайсыңдар. 3 санды таңдап үшеуін қосқан кезде өрнектің мәні 9-ға тең болу керек. Қалай құрастырсақ болады? Дұрыс, 5 қосу 3 қосу 1 тең болады 9. 4 қосу 3 қосу 2 тең болады 9. Және де 6 қосу 2 қосу 1 тең 9. Жарайсыңдар. Балалар, енді дәптерімізді ашып, дәптермен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырмамыз бос орынға тиісті айларды сызып қос. Кәнеки өзіміз орындап көрейік және өзімізді тексерейік. Өзіңді тексер. Желтоқсан, қаңтар, ақпан бұл қыс айлары. Наурыз, сәуір, мамыр, көктем айлары. Маусым, шілде, тамыз, жаз айлары. Қыркүйек, қазан, қараша, күз айлары. Тапсырманың барлығын дұрыс орындады деп ойлаймын. Келесі екінші тапсырмаға қарайықшы. Минут тілін қызыл түспен, ал сағат тілін көк түспен боя. Уақытты жаз. Ең алдымен уақыттарға назар аударайықшы. Бірінші сағатта нешені көрсетіп отыр? Уақыт. Сағат 1. Екіншіде сағат 2. Сағат 3. Және де минуттық тілімізді қызыл түспен, сағаттық тілімізді көк түспен бояп қоямыз. Тапсырмамыз аяқталды. Каналға жазыла отырайық.